Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осында 2025-дің хит пирогы, яғни орео қосылған кереметтей дәмді пирогтың рецептімен сіздермен бөлісейін деп жатырмын. Ол үшін бізге осындай жоғарғы проценттегі, менде енді 72%-тік май, осыны 140-130 граммдай алып аласыздар. Енді үй температурасында тұр. Енді осыған біз көз мөлшерімен қосасыздар. Енді мен 4 қасық қант салам. Міне, 2, 3, 4. Енді тәттілігіне байланысты. Енді біз осыған бір жұмыртқамызды қосып аламыз. Дайын тұр. Және біз бір шай қасықпен осындай толтырып қопсытқыш қосамыз. Шай қасықпен. Енді осының барлығын араластырып аламыз. Енді шанышқымен болама өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай былғай берсеңіздер болады. Енді мен осылай бірінші былғап араластырып алайын. Міне, майымыз қатты емес, үй температурасында тұрғандықтан осындай тез әрі жылдам езіліп жатыр. Міне, осылай дайындап алдық. Енді бізге үйде енді менде какао жоқ екен. Осындай шоколадный глазурь бар, соны барлығын қосып жіберемін. Міне, жобамен 2 үлкен шай қасықпен қалған, алдында пирог пісірдім, содан қалған осы 2 үлкен шай қасықпен қостым. Енді осыны да араластырып аламын. Міне, осылай араластырып алғаннан кейін, енді өздеріңіз көз мөлшерімен енді 1,5-2 кеседей шағын кесе болама өздеріңіз көресіздер. Енді осыны қосам. Бірден қосып жібермеңіздер. Шанышқымызды алып алайын енді. Қолымызбен бұлғайтын болғандықтан. Енді ұнымызды осылай аздап салып отырып, осылай араластырамыз. Бірден көп ұнды салып жіберсеңіздер, қамырларыңыз өте қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан аздап салып отырып, осылай араластырасыздар. Міне, көп уақыттарыңызды алмайды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңыздар тіркелгеннен кейін. Мендегі жаңа рецептерді көріп отырасыздар. Міне, осылай қалған ұнымызды салып жіберейік. Өте қатты да, жұмсақ та болып кетпеу керек. Орташа деңгейде болу керек. Міне осылай барлығын біріктіріп аламыз. Мен түскі шайға отбасыма жасап жатырмын. Менің қыздарым жақсы көреді. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, қамырымыз да дайын болды. Енді қазір салафанға салып, бір сұйықтығын дайындағанша қоя тұрамыз. Міне достар, бізде қамырымыз дайын болды. Міне, жақынырақ көрсетейін, міне осындай болып тұр. Енді осыны мешогымызға салып, бір 2-3 минутқа қоя тұрамыз. Енді сұйықтығына көшеміз. Ол үшін бізге осындай 15-20% қаймақ болса жеткілікті. Енді үйде бар 15% екен. Енді осы қаймақты мен қосып жасайын деп жатырмын. Қаймақтың барлығын салып аламын. 360 граммдық. Міне, осылай қаймақты салып алғаннан кейін біз енді қантымызды саламыз. Енді өте тәтті болсын десеңіздер, өздеріңіз қарайсыздар. Мен міне 1 қасық, 2 қасық, 3 қасық толтырып салдым. Міне осы 3 қасық жеткілікті. Және бізге 3 жұмыртқамыз қажет. Міне жуып тазалап алдық. Енді бізге осындай крахмал қажет. Крахмалдан 1 ас қасықпен 1,5 қасықтай салам. Міне. Ерекшелігі осында, міне, барлығын енді осылай араластырып аламын.
араластырғаннан кейін қазір бір 4 штуктай ореоны үгітіп салатын боламын осыған араластырып. Қиындық еш нәрсе жоқ. Оңай, тез әрі жылдам жасалады. Кез келген қонақ келсе де жасап қойсаңыздар әдемі. Міне. Осылай барлығын араластырып алдым. Өте қатты бұлғамайсыздар. Міне. Енді осындай ореоны 4-5 штугын қосам мен. Өздеріңізге енді қалай ыңғайлы қоса бересіздер. Өте ұсақта болмасын деп осылай міне турап жатырмын. Үгітіп жатырмын. Ашып алайын. Енді екеуін қосып жіберейін. Қалған 6-ы бетіне керек болады бізге қосуға. Сондықтан міне. Осылай бәрін қосып шығамын. Енді араластырып аламыз. Бізде міне сұйықтығымыз дайын болды. Енді қамырымызды ысып бетіне құямыз. Міне мен осылай дайын тұрған қамырымызды алып алдым. Енді оқтаумен осылай аздап ысамын. Менде формам дөңгелек 28 диаметрлік. Сондықтан қазір енді қалай салғанды көресіздер. Міне мен қамырымызды осылай әдемі қылып ысып алдым. Міне астында бізде қағазымыз. Енді осы формамызға осылай салатын боламыз. Мен барлық пирогтарды осылай жасаймын. Осылай ысып алғаннан кейін, енді қазір шетіндегі қамырларын барлығын төмен түсіріп, узорын шығарамыз әдемі болып түсу үшін. Менде формам асты жеке алынады. Алынғанда өте ыңғайлы. Сондықтан осындай 28-дік диаметрлі форманы үйлеріңізге алып қойсаңыздар, кез келген пирогты үйде отырып қонақтарыңызға болсын, отбасыңызға болсын, бірге жасай берсеңіздер болады. Көріп тұрғандай. Тегіс әдемі салынды. Енді шеттерін осылай алып тастаймын. Формама орналастырып салып алдым. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді шаншқымен осылай тесіп шығам. Әдемі тез пісу үшін міне осылай. Осылай шаншқымен тесіп алдым. Енді біз міне сұйықтығымызды құямыз. Өздеріңіз көрдіңіздер жаңа жасалуы қалай тез екенін. Міне барлығын салып алдым. Енді осылай жазып шығайын. Енді бетіне орналастырамыз. Қызым ош мама тез істеп пеш деп бүгін қызым заказы бойынша жұмыс жасап жатырмын. Енді бізде осындай 6 штук орео. Енді өздеріңіз көп қоссаңыздар қарайсыздар. Міне 2, 3, 4, 5, 6. Міне 6-ын салып алдым. Енді осылай ақырын төмен осылай қолымызбен төмен басып жібереміз. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер. Міне осындай кереметтей орео пирогын жасап шықтым. Енді қазір 160 градуста қызып тұрған пешімізге салатын боламыз. Менде восточный пирог заказ болатын. Қазір енді пісіп қалды. Алысымен бірден осы пирогымды салатын боламын. Достар, міне менің бүгінгі дайындаған пирогым осындай әдем болып дайын болды. Енді сіздермен бірге дәмін бірге көретін боламыз. Енді бірден піскен бетте балконға шығардық. Міне осылай жеке формамыз алынып қалады. Енді тіліп дәмін бірге көрейік. Күшті болып тұр. Қыздарымның заказы мамасына берген.
ортасы осындай әдемі болып піскен. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Біз енді осындай Орео пирогын бір кусочек тіліп алдық. Бір бөлігін алдым. Міне осындай әдемі болып піскен. Рецепт бойынша сіздер де жасап көріңіздер.